Assalomu alaykum do'stim, qalay jaday? Денсаулық қалай? Бала шаға мына сен той сезон қандай болып жатыр? Болып жатыр ма? Или сайлауға қарсы тойға шыға алмайсыңдар ма? Бізде бүгін жаңа приказ шықты Қазақстанда. Кеше Атамбаев біздің шалға қарай қатты сөйлеп қойған екен. Полный қырғыздарды Қазақстаннан шығарыңдар деген қазір приказ келді. Назы милициялардың бәрі сонымен жүгіріп жатыр енді. Бізде енді особый жаңалық осы бүгін. Қазір бір сағат болды басталғанына. Туғандарың жоқ па еді Қазақстанда? Айтып қой бір ауыз. Мына бір сағат болыпты қазір. Уже милициялар массовый ұрып жатыр. Анихасы жоқ эле Айбеге. Бүгін Астананы тытты, Шанхайды дагы, Центральныйды дагы. Текшербей алган болчу. Именно бүгүн текшерип баштады. Главный Астана менен Алматыны кысатты, эми кыйнайт да. Элдин көбү эле Астана менен Алматыда да кыргыздар. Чымкентте тытат да, ошолор дагы. Номері барларға мен звондап атқан ем қазір по очереди. Рейд болады деп атыр. Виті барлар, гражданствосы барлар шыға берсін, басқалар сәл абайлап тұрыңдар, азанда барып сөйлесіп шешіп кесін бастық, содан кейін шыға бересіңдер, мақұл? Білмей атырмын, санау кешек сендерін ана президентіні выступать еткеннен кейін ба, мынаяқта бір айқай шу болып атыр дейді, содан шығып атыр дейді да, мына тірлік атак жоқ еді ой рейд. Ертең бітіреді бастықтар барып сөйлесіп. Зайыр, қалайсың, жағдай жақсы ма? Зайыр, азанда рейд болуы мүмкін. Сол үшін вид на жительствосы барлар ғана шықсын, жоқтар шықпай қойыңдар. Ертең депортқа көтірулері мүмкін.